Сонымен оқушылар біздің келесі тақырып функцияның жұп тақтылығы. Функция тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Функция жұп функция деп аталады. Егер де кез келген x үшін f от x функциясы үшін мына шарт орындалса, онда ол функция жұп функция деп аталады. Мына шарт деген ол қалай? F от x функциясындағы x-тің орнына минус x қойған кезде ол функциямыз ешқандай өзгермесе, сол бастапқы функция қайтадан шықса, онда ол жұп функция деп аталады. Ал егер біз функцияның орнына минус x-ті қойып тексерген кезде функциямыздың алдына минус шығып кететін болса, онда ол тақ функция деп аталады. Және де үшінші түр бар бізде, жұпта емес, тақта емес деген жалпы жағдайдағы функциялар деген бар. Олар қандай болады? Оны қазір есептер барысында соларға тоқталып өтеміз. Және бір айта кететін жағдай, жұп функцияның графигі OY осіне симметриялы болады. Симметриялы. Тақ функция графигі координаталар бас нүктесіне симметриялы болады. Ол қалай? Мысалға, бір-екі мысал көрсететін болсақ, так. Мына бізде OY оси. Мына OX оси. Енді қараңыздар, OY осіне симметриялы деген сөз, мысалға мына жақта былай. Болса, OY-ге симметриялы. Симметриялы деген осы графикті қақ бөліп тұр. Оны осылай қосқан кезде екеуі бір-біріне беттеседі. Соны симметриялы деп атайды. Жұп функциянікі осылай болады. А тақ функциянікі ол координаталар бас нүктесі. Координаталар бас нүктесі деген ол мынау. Осыған симметриялы болады. Мысалы былай. Осы жаңағы осы нүкте. Мына жақта сызық болса, мына жақта нүкте. Жақсы ма? Соған бір назар аударамыз. Оның есептер барысында кейіннен тоқтала жатамыз. Сонымен есептерге көштік. Так. Функция тақпа жұппа, соны бізге зерттеу керек. Оны қалай? Жалпы бізде 4 тригонометриялық функция бар. Соның ішіндегі жалғыз косинус қана жұп функция. Жалғыз косинус жұп функция. Қалған синус x, тангенс x, котангенс x олар үшеуі тақ функция деп аталады. Оны біз білу үшін, ол тақпа, жұппа, соны білу үшін, оны былай жасаймыз. Мысалы бізге мынадай бір функция берілген. Сол біз x-тің орнына минус x-ті қоямыз. Сонда косинус жұп функция болғаннан кейін, мына минус ол жойылып кетеді. Қараңыздар, бастапқы функция қайтадан сол өзі шықты. Сондықтан мына функция қандай функция деп аталады? Жұп функция деп аталады. Көк тімді алмаймын. Көк тімді алмаймын, көк. Кете берсін бе? Екінші, мына функция тақпа жұппа, соны зерттейік. Берілген тұр, бірден есепке қалай шығарылу керек, соған көшем. Осылай жазамыз. F от минус x. Мына функцияның x тұрған жерге біз нені қоямыз? Минус x-ті апарып қоямыз. Қараңыздар. Тек қана x-дің орнына қоясыз. Минус сол алдыға шығып кететін барлығымыз білеміз. Мына функция осылай бір шықты. Енді қарасаңыз, мына функциямен мына берілген функцияның қандай айырмашылығы бар. Мына 5-тің алдында минус бар, мынаның алдында 10 болды да, ол өзгерді. А от 3-тің алды 10, мынаның алды 10, өзгерген жоқ. То есть біреуінің алды өзгерді, екіншісі өзгерген жоқ, онда бұл жалпы жағдайдағы функция деп аталады. Тақта емес, жұпта емес. Тақ функция болу үшін барлығының алды өзгеру керек. Жақсы ма? Үшінші есеп. Осылай x-тердің орнына минус x-ті асықпай қойып шығасыз. Сосын ары қарай тең болады. Қарасаңыз, мына квадрат деген дәреже, ол жұп дәреже, жұп сан. Жұп сан біз білеміз, ол минусты оңға айналдырып жібереді. Минусты жоғалтып жібереді. Сондықтан 3x квадрат. Косинус ол бізде жалғыз өзі, ана үшеуінен басқа жалғыз өзі ол жұп. Сондықтан ол да мына минусты жойып жібереді. Косинус, так, 3x.
Сонда бастапқы функция мен соңғы функцияның арасында ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан бұл қандай функция? Бұл бізде жұп функция. Төртінші есеп. Бірден тексереміз, қойып қараймыз. Келесі, синус ол бізде тақ функция. Негізі тақ функция. Бірақ та синустың маяқта нешеуі тұр? Екеуі тұр. Синус квадрат. То есть 2 деген мына дәреже, ол минусты жойып тастай береді. Синустың өзі тақ бола берсін, но квадрат тұрғаннан кейін мына минус жойылып кетеді. Болды. Бастапқы функция мен соңғы функцияның арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Дәл солай шықты. Онда ол жұп функция. Так, x-тан минус қойым. Бізде мына тік сызық ол модуль деп аталатын білеміз. Модуль ол минустан есептейді, жойып тастайды. Сондықтан бұл да айырмашылық жоқ болғаннан кейін жұп функция болып табылады. Міне қараңыздар, x, бүкіл x-тердің орнына минус x-ті қойып шығамыз. Так, мына жақтан біз не түсінеміз? Косинус жұп функция екенін түсінеміз. Косинус жұп функция. Так, мына минусты ол жояды. Мына минусты не істейміз? Ол белгісіз болып тұр. Тұра берсін. Мына минусты ол да тұра береді. Синус ол тақ функция болғаннан кейін мына минус алдынан шығып кетеді да, мына бір минусты плюс қылып жібереді. Сонда бастапқы функциямен салыстыратын болсақ, бізде кейбір таңбалар өзгерді, кейбіреуі өзгерген жоқ. Байқадыңыздар ма? Мына жер минус болып тұрса, мына жер плюс өзгерді. Мына x-тердің алды плюс болады, яқта минус болып кетті. Бірақ мына дәреже өзгерген жоқ. Сондықтан бұл қандай функция? Жалпы жағдайдағы функция деп аталады. Жақсы. Келесі бізде жетінші есеп. X-тердің орнына минус x-ті апарып қойып жатырмын. Так, мына жақта ары қарай не істейміз? Бір қарағанда көрінбейді. Көрінбейді. Сондықтан бір ретке келтірейік. Мысалы қараңыз, мына екеуінен минусты мен жақшаның сыртынан шығаратын болсам, плюс болып кетеді. Бір қысқартулар бола ма деп қарап жатырмын. Мына жерде қараңыз. Мына минусты алдына шығарып жіберсем, жақшаның алдына шығарып жіберсем, ол барады да мына жерде минус қылып кетеді. Дұрыс қой, осылай болып кетеді. Жақшаны ашсаңыз, қайттан мынау шығады. Неге мен бұлай жасадым? Өйткені мына екі минус бір-бірін жойып, қысқартып жіберу үшін. Мына жақта да минусты жақшаның алдына шығарып жіберетін болсам, оның ішіндегі таңбаны өзгертіп кетеді. Мына жақта да солай жасайын. Ол да мына 4-тің алдына таңбаны өзгертіп кетеді. Енді мына екі минустар олар белгілі, олар қысқарып кетеді мына екеуі бір-бірімен. Шыққан функция мен соңғы бастап функцияның айырмашылығы жоқ. Сондықтан бұл жұп функция. Орындар алмасып тұр, орын алмасу ештеңе етпейді, қосылғыштардың орын алмасқанымен қосындының мәні өзгермейді деген сияқты. Осылай бізде барлығына жуығы жұп болып кетті. Мысалы тақ функцияға өзім бір мысал келтірейін. Айталық y тең 2x. Мынау бізде тақ функция.
тексеріп көрейік. Міне x-ті 2x, а вот соңында сол 2x-тің алдында минус шығып кетті. Бұл бізде тақ функцияның түрлері осындай болады. Айталық, бұлай болсын. Мынадай бір функция берілсін. Сонда f от минус x табатын кезде квадрат ол минусты жояды. Білеміз. Синус тақ болғаннан кейін ол минус алдынан шығып кетеді. Енді біреулерде бір ой болуы мүмкін. Синустың алды басында оң болды ғой, соңында минус болды. А вот мынау өзгерген жоқ. Бұл жалпы жағдай ма деп сұрауы мүмкін. Олай емес. Мынау бөлу деген амал, ол мына екеуі ортақ, екеуі бір зат сияқты. Мынау как екеуі ортақ бір зат, иә? Мына тұрған минусты алдына шығарып жіберуге болады ғой. Бөлшекте ешқандай проблема жоқ. Алдынан шығарып жібереміз. Иә, бөлшекті барлығымыз білеміз. Ол мысалға мына жақта тұрған минусты бөлшектің алдынан шығарып жіберуге әбден болады. Сол сияқты қарасаңыз, бастапқы функцияның алдына минус шығып кеткен себепті бұл қандай функция? Тақ функция. Бұл тақ функцияға мысалдар. Жақсы. Келесі бізге есептер графикпен келуі мүмкін. Төмендегі функциялардың тақ жұптылығын анықтаңыз. Мынау тақ функция ма, жұп функция ма деген мәселе. Ол қалай? Еске түсірейік, жұп функция ол y осіне симметриялы дедік. Мынау қараңыз, мынау бізде y осі, мынау бізде y осі. Мынау график соған симметриялы болып тұр. Түсініп тұрсыз ба? Y осі сол мына суретті деп айтайын, қақ ортадан бөліп тұр. Осыны былай бүктеген кезде екеуі бір-біріне беттесіп тұрса, ол симметрия оси деп аталады. Сондықтан бұл қандай функция болып шықты? Бұл жұп функция болып шықты. Мынау ше, мынау y осіне симметриялы ма? Мысалы қараңыз, мынаның екі жағы бірдей. То есть мына нүкте, көрдіңіз ба? Мына жердегі арақашықтық пен мына жердегі арақашықтық бірдей деген сияқты. А мына жақта, мына жағында басқа сурет жатыр да, и мына сол жағында басқа сурет жатыр. Олар y осіне қатысты симметриялы емес. Бас нүктеге қатысты симметриялы ма? Ол да айдалада жатыр бас нүкте. Сондықтан бұл қандай функция? Тақ та емес, жұп та емес. Я болмаса жалпы жағдайдағы функция деп аталады. Жарайды, ары қарай кеттік. Келесі графиктер. Мына графиктер туралы не айтуға болады? Мынау қандай функция? Мынау бас нүктеге қарағанда симметриялы ма, симметриялы емес пе, оны қайдан білеміз? Мысалы қараңыз, мынау бізде бас нүкте. Сол осы бас нүктеде мінеуір нүктені алайын. Бір қашықтық бар, бір А деген бір қашықтық бар. Дәл солай кетесіз ғой. Мына жерде А ғой, қарасаңыз, мына қашықтық пен мына қашықтық екеуі бірдей. Болмаса айталық, мінеуір ма бір нүктені алып аласыз. Айырмашылығы жоқ, қандай нүкте болса да. Міне. Содан ба тіке кетесіз ғой, тіке. Сол, мына қашықтық пен мына қашықтық бірдей болып тұр. Түсіндіңіз бе? Мінеуір нүктеден осылай тартсаңыз да, ана жердегі нүктеге барасыз. Сонда бұл бас нүктеге қатысты симметриялы болғаннан кейін бұл тақ функция деп біз айтамыз. Мынау уже бізге үйреншікті ж функция. Өйткені міне y осі қақ бөліп жатыр, бұл оңайлау. Жақсы, бұл графиктерге байланысты есептер. Алдымызда мынадай бар. Барлығымызға уже түсінікті болды деп ойлаймын. Мынау бізде қандай функция болады? Мынау бізде ж функция, y осіне қатысты симметриялы. Мынау бізде тақ функция. Неге? Өйткені ол бас нүктеге қатысты симметриялы. Мынаған қарап бүктесеңіз, олар бір-біріне беттеседі. Так. Келесі тақырып, оқушылар, осымен бізде жаңағы жұп тақтылық, функцияның жұп тақтылығын зерттеу тақырыбы бітті. Енді біздің келесі функцияның келесі бір түрі кері функция деп аталады. Бұл тақырып сіздерге бір жаңа тақырып емес. Біз мәндер облысын тапқан кезде бірінші естеріңізде болса x-ті тауып алатын болдық. Дәл сол x-ті тауып алу, қараңыздар, функциядан x-ті тауып алып, x пен y-тің орнын алмастыра қоясыз, сол бізге кері функция деп аталады.
біз бұған дейін мәндер облысын тапқан кезде таптық оны. Сол енді бізде бір жаңа тақырып болып келіп тұр, соған да бір мысалдар көрейік. Міне, y тең болады 3x қосылған 1 бөлінген x деген функция. Соның кері функциясын табу үшін біз не табамыз? X-ті табамыз. Мынау ана жаққа көбейтумен кетеді. Бұл жерде енді әр оқушының бір теңдеуді жақсы шығаруына байланысты. Қылдымды алайын қазір. Не жер екен? Тақырыпты да. Сонымен бізде кері функция тоқталайық. Кері функцияны қайталап айтамын. Біз мәндер облысын тапқан кезде сіздер таныстыңыздар. Ол кезде біз x-ті тауып алатын болдық қой. Сол кері функция деп аталады. Есептерде тек қана кері функцияны тап деген есеп келеді да, сондай сұрақ. Сондықтан біз сол үшін өтіп жатырық. Кері функцияны табу үшін x-ті табамыз. Ол үшін сіздерге тек қана сол теңдеуді жақсы шығару бір жаңағы жақсы шығаратын қабілет болу керек. Болды, басқа ештеңе керек емес. Мына x мына көбейтумен кетеді. Сонымен бастайық. Теңдеу шығару үшін, x-ті табу үшін барлығымыз білеміз, x-ті теңдіктің бір жағына, санды екінші жағына шығарамыз деп, сол қарапайым қағидаларды қолданып, ары қарай теңдеуімізді шығара білеміз. X-ті жақшын сыртынан шығарсақ, көбейтумен тұрған мына жаққа бөлумен кетеді дейміз. Осылай тастап кетпейміз. Енді қараңыз, x-ті тапқаннан кейін x пен y-тің орнын алмастыра саламыз. Ол қалай? X тұрған жерге y жазамыз, y тұрған жерге x жазамыз. Мына берілген функцияның несі деп аталады? Кері функциясы деп аталады. Жақсы. Екінші мысал. Так, берілген жазайын. Мына жерден бізге қалайда x-ті тең болады, x тауып алу керек. Ол қалай? Мына түбірден қалай құтыламын? Бізде мына жерде 3 тұр, 3 дәрежелі тұр. Сол 3-тен құтылу үшін мен екі жақтыдан істеймін, кубтайым. Мына куб түбірді жой жібереді. Сол x-ті сол жаққа шығарамыз. Таңбалар өзгереді деген қарапайым қағидалар. Мына кубтан қалай құтыламын? Онда керісінше. Мына түбірден құтылу үшін кубтайтын болсам, мына кубтан құтылу үшін мен түбір астыға, керісінше түбір асты. 3 дәрежелі түбір астыға алып жіберем. Осымен қалдырып қоймаймыз. Жауапта бізде былай болып тұрады. X тұрған жерге сіз y жаза саласыз. Y тұрған жерге x жазасыз. Мына берілген функцияның несі кері функциясы болып табылады. Байқасаңыз, мынау мен мынаның еш жоқ, айырмашылығы жоқ. Функция мен оның кері функциясының ешқандай айырмашылығы жоқ. Ондай да бір жағдайлар болады. 3. Міне, қарапайым теңдеулер деген тақырыпты бір түсініп қайтадан қарап алсақ, мына тақырып сіздерге оңай болады. Көбейтумен тұрған 2 мен бөлумен жібердім. Кубтан қалай құтылу керек екенін айттым. 4-шісі. Бірінші мәселе мына синустың алдында тұрған санды құрту керек. Оны қалай? Көбейтумен тұрған ол мына жаққа бөлумен кетеді. Сонда синус 2x мына 3-ін мияққа бөлумен келеді. Синустың өзі қалды. Синусты мына 2x-ті қалай алып шығамын? Ол былай болады. 2x тең болады. Сіз былай айтасыз. Арк синус y бөлу 3. Осы жерде кері функция пайда болады. Енді бізде мына 2 кедергі жасап тұр. 2 мен x-тің ортасында көбейту тұр. Сол себепті 2 мына жаққа бөлумен кетеді. X тең болады. Елі 2-ден 1 деп жаққа барады. Сонда арк синус y бөлу 3. Мынау
берілген функцияның несі деп аталады? Кері функциясы деп аталады. Ары қарай келесі функциялар. Тағы да бізде тригонометриялық функциялар алдымызда тұр. Солардан бастайық. Мына бөлумен тұрған 4, мына y-тің қасына көбейтумен кетеді. 4y болады. Ары қарай бізге белгілі қалай? Тангенс болғаннан кейін арк тангенс дейсіз де, мынаны жаза саласыз. Болды. Мен алдыңғы есептерде ұмытып кеттім ау деймін. X-тің орнына мен не жазам? Y дейсіз. Ал y-тің орнына не жазасыз? X дейсіз. Y тең болады, болу керек. Қой функция y тең болады. Жақсы. 6-шы. Осыған ұқсайтын мысалдар. Сіздердің жақсы үйреніп алу үшін. Бұл жақта косинустың алдында ешқандай сан жоқ, ешкімге кедергі жасап тұрған жоқ. Сіздерге ыңғайлы болу үшін бұлай жазып алсаңыз болады. Сіздерге түсініктірек болу үшін, иә. Сол ешқандай қараңыз, алдында ешқандай сан жоқ. Сонда сіз қалай бастаймыз? X бөлу 2 тең арк косинус y. Бірақ мына 2-ден құтылу керек. Ол қалай? Бөлумен тұрған 2 мына жаққа көбейтумен кетеді. Сонда 2 арк косинус y. Және де x-тің орнына y деп қоясыз. Так, y-тің орнына x деп қоясыз. Мынау шыққан функция, мына функцияның кері функциясы деп аталады. Бұл 6-шы есеп. 7-шы есеп. Әртүрлі мысалдар берілген. Так, бірінші мына 2-ден құтылайық. Ол 2-ні алдында қосу тұр, сол жаққа кетеді. Минуспен. Мынау бізде көрсеткіштік функция деп аталады. Көрсеткіштік дәрежесі бар. Ол жерде бізде білеміз логарифм жүреді. Логарифм аралас. Ол қалай? Логарифмнің формасын еске түсірейік. Ол b тең болады a-ның x дәрежесі болса, x тең болады логарифм a негізі b. Бұл бізде формула, иә? Логарифм формуласы. Сонда қараңыздар. Мынау өрнек b де. b-ның орнында тұр. 2 ол a-ның орнында тұр, а x-ның орнында x-3 тұр. Сонда бізге мынаны жазу керек өзіміз. Сонда x-тің орнында бізге мынау тұр. Қараңыздар, x азайту 3 тең логарифм a-ның орнына 2, b-ның орнында y азайту 2. Бізге тек құрастыру керек. Осылай алып орындарына қоямыз. Сонда x тең болады логарифм 2 негізді y минус 2. Мынау 3-тің маяққа қосумен келеді. X-ті таптым. Енді x пен y-тің орындарын алмастыра салам. Мына шыққан логарифмдік функция көрсеткіштік функцияның несі кері функциясы деп аталады. Көрсеткіштік функцияның кері функциясы логарифмдік болса, түсініп тұрсыз, онда логарифмдік функцияның кері функциясы көрсеткіштік функция болады. Так, бірден бастайық. Бір мияққа кетті. Мына формуланы еске түсіреміз. Ненің орнында не тұр? Бізде мынау берілген. Сонда b тең болады деп жазу керек. b деп тұрғаным ол x-5. a-ның x дәрежесі a деген 3. Мынау соның дәрежесіне барады. Таптық x-ті, енді орындарын өзгерте саламыз. X пен y-тің. Мына шыққан көрсеткіштік функция деп аталады. Ол логарифмдік функцияның несі кері функциясы деп аталады. Сонымен оқушылар бүгінгі кезекті тақырыбымыз тәмам болды. Тыңдағандарыңызға рахмет.